адамдың құқықтарын қорғау мемлекеттің басым ұстанымы екенін бүкіл Конституция жобасында көрсетілген. Сол себептен бүгін бұл бағытта үш негізгі қағидатқа тоқталғым келеді. Біріншіден, Конституция адам құқықтарының негізі. Алдымен новеллаларға тоқталсақ, алдымен преамбуладан бастайық. Онда еліміздің тарихында алғашқы рет адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының мүлтіксіз сақталатыны жария етіледі. Дәл осы норма Конституция жобасының 3-ші бабында да көрсетілген. Екіншіден, адам құқықтарының басымдығы негізгі заңның 2-ші бөлімнің атауын өзгерту арқылы да айқын көрсетіледі. Көрініс табады. Қолданыстағы Конституция бұл бөлім адам және азамат деп аталады, ал жобада ол негізгі құқықтар, бостандықтар және міндеттер деп көрсетіледі. Бұл өзгеріс жеке және қоғамдық мүдделер арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету мақсатында енгізілді. Жалпы бұл бөлім 29 түрлі құқықты, міндетті және бостандықты қамтиды.